Казталов ауданы Нұр Балапан бөбекжайының болашақ тобының тәрбиеленушісі Абдрахман Арай, анасы Гүлдана және әжесі Күнсұлу. Қызым Арай, бізде қазақтың дастарханы өте бай. Онда қазақта дастарханның негізгі тамақтарының бірі нан, қазақта бауырсақ. Қазір бізде маған үшеуміз бірігіп қазақтың бауырсағын пісіретін боламыз. Оны оқтауды ал. Арай, ал енді бауырсақты қалай ашытады? Бауырсаққа ашытқы, сүт, май, ұн, қант қосып, қамыр етіп, жайып, осайтып жаямыз. Көрдің бе? Мына бұлай жаясың. Көрдің бе? Тағы да бұлай жаяп. Әр қазақтың үйінде осындай бұрыш болған жақсы. Қамшы, аталарымыз ұстаған. Мынау домбыра, мынау және битұмар деп аталады. Бақытты қыз болып, елдің үлкен азаматшасы болуға